Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді және райымды Аллахтың атымен баштаймын. Аллах Тағала Құранда ескерткен ескерту момындарға пайда береді дейді. Бұл мен емнен айтқым келді. Көпшілік мұсылман бір туғандар Мекке Медина шаарына умраға келшіп, ушул жақтан қылып жатқан амалдарын видеоларға тартышып, сүреттерге тартышып, байма-бай соц тармақтарға жүктеп жатқандарын көруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, амалдар ниетке жараша болады дейді. Кімдің ниетінде, жүрегінде қылып жатқан амалдарын ел көрсін, ел айтсын деген ниетте қыла тұрған болса, бұл ашық айқын ширк, рия. Аллах сақтаған болсын. Ал эми кимдин амалдарына ширк, рия аралаша тұрған болса, ал сооп амалдардын барын жоқ кылат. Ошондуктан мусулман бир тугандар алыс жактан убакытты коротуп, акчаны коротуп, бул жака келип, жакшы амалдарды кылып, сооп таппастан, тескерисинче ширкке, рияга түшүп, амалдардын бардыгын жок кылып, кайра өз өлкөбүзгө кайтып кетиштен Аллах Таала сактаган болсун. Аллах Таала бардыгыбыздын амалдарыбызга берекесин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.